Баршаңызға сәлем. Бүгін біз тауық аяқтарынан тез әрі оңай жасалынатын кешкі ас дайындаймыз. Тауық аяқтарын магидің арнайы дәмдеуішімен дайындаймыз. Ең алдымен табамызға қажетті мөлшерде тауық аяқтарын салып, оның үстіне дәмдеуішімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Және 200 мл су қосамыз. Дәмдеуіштің ішінде осындай арнайы пакет жүреді. Осы пакеттің ішіне тауық аяқтарын салып пісіретін боламыз. Табадағы қалған соустың барлығын пакеттің ішіне құямыз. Пакетіміздің арнайы жібімен осылай аузын нығыздап, жақсылап байлайтын боламыз. Табамызға салып, пакетіміздің бетін таяқшамен тесеміз. 200 градуста қысып тұрған пеште 30 минуттай пісіріп аламыз. 30 минуттан кейін табамызды алып, пакетіміздің бетін ашамыз. Бұл біздің тауық аяқтарымыз өте жұмсақ әрі тез пісу үшін. Тауығымызды қайтадан пешімізге салып 30 минутқа пісіріп аламыз. Міне біздің тауық аяқтарымыз толықтай пісті. Орысша айтқанда өте сочный болып пісті. Ең бастысы оңай әрі тез және өте дәмді. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Қасына кез келген гарнирмен ұсынсаңыз болады. Астарыңыз дәмді болсын.